Домбырашы ұстаз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Карима Сахарбаева 70 жаста. Карима Сүндет қызы қазақ музыкасын, халық аспабын, домбыраны насихаттауды ұстаздары Ғазиза Жұбанова мен Құбыш Мұхитовтардың өзіне қалдырған аманаты деп біледі. Сол ұлылардың көзін көргеніме, солардың тәжірибесін алғаныма, тәлімін алғаныма, солардың тұлғалық қасиетін көргеніме, солардың ізінде келе жатырғаныма, солардың мынау елдің игілігіне асырып кеткен домбыра мен күйдің өнерінің айналасындағы еңбектерінің барлығын жалғастырып келе жатқанымды өзіме бақыт деп санаймын. Илайымда біздің соңымыздан еретін жастар көп болсын. Мерейтой иесін құттықтауға еліміздің түкпір-түкпірінен және шетелден өнер қайраткерлері мен ғалым ізденушілер келді. Олардың бірі ән мен күйден шашу шашса, енді бірі ақжарма тілегін жолдады. Карима апайдан осындай юбилейіне келгеніме өте қуаныштамын. Мен айтқым келеді, бұл мұғалімдік кесіп, же болмаса үйретушілік, педагог болу бұл табиаттан. Ұстат бол өте қиын, өте оор, міндетті. Ошол себептен Карима апайды мына домбыранын 20-ші жылындағы модернизацияланған, оркестрлештірілген бағытта иш алып барып, жана ноталық хрестоматиялар шығаруда топ-тоосунда мына өзүңүздөр көрдүңүздөр не деген чыгармалардын бардыгын топ-топ хрестоматия кылып нота тибинде ошол студенттерге окутуудагы усулдук эмгектери өзүнчө бир чоң урматка татыйт. Мен ойлойм, ошол мугалим өтө бактылуу болот эгерде анын окуучулары, тарбиялаган баягы аспиранттары, тарбиялаган студенттери элдин алкоосуна ээ болсун. Мына бүгүн сонун эң мыкты музыканттарды көрдүк. Мен ойлойм, ошол Карима Сүндет апайымыз Сүндетовна өзүнүн алдына койгон максатына жетти деп ойлойм. Осы мерейтойдың аясында Карима Сахарбаеваның Айтқали Жайымов, Біләл Исқақов, Арман Жайымдармен бірлесіп жазған Домбыра саз атты кітабының тұсаукесері өтті. Елге құт болсын, жастарға жұт болсын. Қазақтың күйшілік өнері жайлы еңбек ұстаздарға, музыкалық оқу орнының шәкірттеріне және домбыра аспабын үйренгісі келетін өнер сүйер қауымға арналған. Мен енді осында бір күй шығардым телбұрауда. Әрине, ол негізі басында оңбырауда шыққан. Дегенмен күйдің бір осы бояуын, бір мәнін, мағынасы бір ашалмады ол оңбырау. Содан іздеп әртүрлі нұсқаларды көріп, осы телбұрауда өте күй өзінің бояуын жалпы айтқысы келген ойын ашық айтылатындай өз ашылып шыға келді. Содан осы телбұрауға осы күйді ыңғайладым. Сөйтіп телбұрауда шығарған осы соңғы уақыттардағы жалғыз күй. Бұны енді Карима Сүндет қызы соны ескеріп, әрі күйдің де өтесі сондай сәтті шыққан деп, тыңдаған сайын жүрегім елжіреп, көзіме жас келеді дейді. Сөйтіп осы күйді жаңағы осы жинаққа енгізіп, кеңінен насихаттайық, білсін бәрі деп. Кіл жүйріктер бас қосқан жиында болашақ өнерпаздар үшін орындаушылық өнердің қыр-сырын үйрететін шеберлік сабақтары ұйымдастырылды.